ағамыздың тілектері шымылдыған ашатын енді осы тілектер шымылдыған ашқалы тұрған асаба бір асабадан екінші асабаға қалай ұласып кетті демеңіздер. Осындағы абыройлы бүкіл Қаратал ауданында атышулы азамат ағамыздың, Ауғали ағамыздың дүбірлі тойының мәртебесін екі бірдей асаба бір жеңнен қол шығарып көтеріңкі көңіл күйге жауап берсін дегенді жөн санадық. Сондықтан да құрметті қонақтар, бисмилля деп ішімізден ардақты ағайын осы екінші дастарханымыздың тілектер шымылдығын Ауғали ағамыздың достарына сөз кезегін ұсынып ашқанды жөн санап жатырмыз. Осындағы тойымызда сән келтіріп отырған Тойлыбек, Мейрамгүл, Себеден, Сайрат, Нұрлыхан, Естай, Нұрлан, Бибігүл, Сәрсек аға, Маржан дәде, Болат, Жаңыл, Ауғали ағамыздың барша ататылған достар қауымы сіздерде бір тамаша ақ тілек болсын. Келіңіздер ортаға билеп шығайық. Қош келдіңіздер. Елге көрініп тұрайық, дәл ортасына қарай емін-еркін тұра қалыңыздар. Той қуаныштарыңыз құтты болсын сіздерге, өздеріңізге. Осы Ауғали ағамыздың қуанышы жұғысты болсын. Ал енді үлкеннен бастап мен микрофон ұсынайын. Тілектеріңізді білдіріңіздер. Салауатты мұсылман ағайын, ақ тілекке құлақ түріп отырайық, бір-бірімізге сыйластық танытып. Ал мархабат. Ассалаумағалейкум тойшылар, төрде тұрған құдалар, құдалықтарың мың жылдық болсын, төрлеріңіз құтты болсын. Мынау Ауғалимен дос емес, бауыр болып келем. Ал бауырым, мына екі жасымыз бүгін бас қосып, дүбірлі тойында отырмыз. Екі жасымыз бақытты болсын, Айымбек. Енді бұл тойдың нағыз иесі деп ойлаймын. Саған тартса жаман болмайды. Бауырым, сен өте талай баланы тәрбиелеген адамсың. Өз семьяны тәрбиелеп, жастарға Құдағи айтып кетті ғой, сен жағынан жақсы сөздерді. Сол Құдағидің сөзіне қосылып. Мына енді жаңа түскен келіміз құтты болсын. Оғынан болсын бәрі. Тек бақыт әкелсін. Екеуің денсаулығың мықты болсын. Екеуің бір жаста бар тендір, енді осылардың қызығын көретін уақыттарын келдіре ойлаймын. Көріп те жатсын, сол көргенің молынан болсын, бақытты болсын екі жасымыз. Айма бүгіні оғанаға үйде үлкен той болатырына Айымбек келінікі бақытты болып, үйде қуаныш той болып, осындай жақсыларына жүре беріңіздерін, жеңгеңіз бақытты болсын, бала-шағаңыздың әр жасаған бір қадамыңызға бақыт әкелсін. Енді жастар бақытты болсын. Келесі жыл шілдеге келейік, жаңа тоса айтып жатыр ғой, сол тосаға қосылып, бәрі мықты болып, жаңағы той қуаныш бола берсін. Келесі шілдеге келейік. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Құрметті құдағайлар, келген қадамдарымызға гүл бітсін. Ауған Бибінұр, құдағайлар, мына екі балдарыңыз бақытты болсын. Жаңағы айтып жатқан ақ тілектің барлығын тағынан Құдайдың құлағына шалсын. Той-тойға ұласын, балалар бақытты болсын. Ал құдағайлар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ауған Бика, ал екі бала бақытты болсын. Не айтам, мына көпшілік айтам тілектеріне осылам. Үйлерде қуаныш болсын, енді Алла берсе, енді жылдағанаға келейік.
Toylarım kutlu olsun. Ballar baktı olsun. Kerevizleriniz ben yaşlık dileyim. Toy toğlarınız. Assalamualaikum Toylarımızdan toyuşup kalın. Құда-құдағилар, жаңадан болған құда-құдағилар тойға шыққандарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Балалардың салған аты алтын көпірлі, ұзағынан ғұмырлы болсын, екі бала бақытты болсын. Жүрген жерлерінде абыройлы, сыйлы, құрметті, мерейлері үстем, дәрежелері жоғары, мәртебелері биік болсын. Жүрген жерлерінде періштелері қорғап, қоршап, қолдап жүрсін. Алладан не тілесе соның бәрін орындап қойыңдар. Ұмырлы болсын, еліңізде осы уақытта шындағына тойға келіп, тойлап қойғаныңыздан Алла нәсіп етсін. Ауғали бейбіні, тойы құтты болсын, жастары ұзақ болсын. Ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырған бақытты ата-анасыңдар, екеуің бір жастықта қартайып, ақ сақалды сәтсізді бос болғанша жаманшылық көрмеңдер. Осы тойға жиналып отырған қауым, жиған тегіген мал жандарыңыз, ақшаларыңыз тек қуанышқа, жақсылыққа, тойға шашылсын. Тойыңыз тойғыласын, тойларыңыз құтты болсын. Тілегіңіз қабыл болсын апа. Осы шілдехана, өзіңіз айтқан шілдехана тойды баршаларыңызға бірге сол қуанышты бөлісуді Алла нәсіп етсін дегім келеді. Енді тойымыздың дәстүріне айналғандай тілек айтып болған қауыммен бірге бір естелік сурет болсын. Келіңіздер ортаға алғасыңыздар. Одан кейін барып той иелері құттықтап, арқасынан қағып беліне сүйіп құттықтап қойыңыздар. екінші тамыршы. Рахмет. Ал енді қадірлі қонақтар, бүгінгі қуанышымыздың той егелері дайындаған сый-сияпаттары қалып кеткен болатын. Енді сондықтан шама келсе сый-сияпаттарды ұсынайын, ойын жарды өте оңай. Бізде музыка қосылады, соны іс-қимылмен көрсетіп, қай дастархан күшті отырады, соған сыйлықтар шетінен беріп отырамын. Бірінші музыка мынандай, қай дастархан көңілді отырғанын көрейік, кетіп маэстро музыка.
Сен алсаң да болады, 10 теңгесін беріп қойғансың сен. Так, есімің кім? Серік. Қандай ән? Ақ көйлек киген, көк көйлек киген, құрыларында бар. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген. Бастастарым бәрі бар оуш. Молодец. Так, екеу қалды, кеттік. Келесі. Мынау қандай ән? Келсеңші апай, келсеңші. Қарлаш. Кім оласыз? Аймектің ағаш әпкесімін. Қандай? Шудың бойында ағалым. Молодец, дұрыс. Қалдыңыз, осы жерде тұрыңыз. Құдаларға қарап тұрайын. Келесі. Мынау қандай ән? Кездесіз құда. Есімі? Саламат. Кім оласыз? Айымбек бажасын. Тамаша, бажасы. Қандай ән? Сен қорқақсың. Білесіз ба, сен қорқақсың. Келе алмайсың, келе алмасың, неге алғайсың? Қорқақ болмасаң. Тамаша. Келесі. Мынау қандай ән? Келсінші, қыздар келсінші. Есімі? Айдана. Қандай ән? Жаным деп күл. Ол билеп шыққан ән ғой. Жаным деп күлді. Насай? Жаңа музыканы бұл алғаш. Болды. Жылтыр көйлек. Гүлнара не болды? Байсен. Кеттік ал. Тұра бер. Бесеу болды. Кеттік. Үлкендерде тағы бір музыка. Кезіңші. Билеп бесеңші. Есімі? Сымбат. Қандай ән? Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кім боласыз? Не важно. Кеттік, бетек. Келесі. Сіз қалдыңыз, тағы біреу. Мынау қандай ән? Есімі? Айым. Кім боласыз? Әпкесімін Аймектің. Қандай ән? Достарым менің золотой. Әндерге боласыз ба достарым? Достарым менің золотой. Жақсы, тамаша. Келесіз бе? Келіңіз, билепкеңіз, келіңіз. Біреу осы қойын, осы болады ғой. Кетті, билепкен. Музыка. Күшті. Есімі? Әсет. Қандай ән? Бауырларым бар. Мына бөлек па или қайсысы? Мен білмеймін, енді біреусен шықтыңыз ба? Қайсы әнге? Достарым менің. Достарым менің дорогой, ой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой. Тамаша. Бір қатарға тұра қалайық. Данияр, kesіш. Бір қатарға тұра қалайық. Осы кісілердің барлықтарыңызға бір сый сияпат ұсынатын боламын. Ойын шарты өте оңай. А десе, адан келетін ән айту керек. 3 секундтың ішінде кім таппай қалады, шетінен шығып кетіп отырамыз, келістік. Адан келетін ән? Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны еліме қара. Түсінікті ғой? Кеттік. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрдастарында бар. Молодец. Аппақ. Молодец.
А2. Алтынай, Алманай. Ах маржан. Қай жерін әндету керек? Басқа. А2. А3. Рахмет. Қошемет өзірек. Апайыңызға бағалы сыйлық өзіңіз таңдап алыңыз. Қайсысын аласыз? Құтты болсын. Рахмет. Келіп жалғастырамыз. Ана, мәңгі дос сен ғана. Молодец. Анашым, ана жаным. Молодец. Ақ көйлек киген көк. Оны айтсады көкем. А1, А2, А3-нан ішінен қалаған алыңызшы. Келесі, рахмет тасырған басында. Келесі әріп Қ деген әріп. Любой Қыдан келетін ән. Қ. Қараға көзді қарағым. Молодец. Қ. Сырт берейін да, мынандай сөз үшін ойбай не берсе болады ма? Мына десең. Қ. Қара қызым деп тұр еркек. Сен әлі апапқа болып тұрмайсың ғой да? Қ. Қ1, Қ2. Көкем нан ішінен таңдаған біреуін алыңыз. Құдаға қол соқ қойып, қошемет қойып. Браво. Қ. Қарындасым, қарлығашым, барған жерім бағындашсың. Молодец. Қ. Қара жорға болмаса. Молодец. Күшті. Так, келесі әріп С. С-дан келетін любой әріп. С. Зың, Шымкенттің қыздары зың. Зың емес, С деп тұрмын, С. Сың десең. С-дан келетін. Давай, ойланып ал. С. С1. С2. С3. Қол соқ, қошемет қойып. Молодец. Молодец. Кеттік, С. С білесің бе? Сезімді қайтейін, өртенім жанба. Молодец. Күшті. С. Сәулем, көз алмаған арымсың. Бар, С. Сары жорға болмасын. Солнышко, было ты ясное солнышко. Қол соқ қойып. Молодец. Келесі әріп О әріпі. О. Опа, Gangnam Style, в общем. Ой, молодец па? О. Отырар сазы. Ол неден өзін десең? Негізін ән бар ғой? Қалай енді әнін орындау керек? Отырардағы ән. Әні. Ойна, құдалар. Мені. Акасы отырардың әні. Ойна, құдалар. Опмай, мыналары қайтер? Қол соғайық. Так, шердің арасында уже әріп шатасы бар ғой. Р-дан келетін бірақ. Расстали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Қол соғайық. Жеңіс күні құтты болсын. Р1, Р2. Ромашка. Тұрып, ромашка деп. Қандай ән? Ризамын саған. Точно бар ма? Қалды. Р. Роза. Бар ма точно? Кетті. Жақсы. Үшінші. Мықты келетін кім? Ең соң әріп. Так, әріп Ю. Ой, өзің шықпағаннан кейін. Буква И. И-ден келетін любой ән. И1. И2. Иванко. Мықты, бар. И. Илигай, гиккай. Бар. It's my life. Шатны жоқ, бұның ішінде. Так, буква Л. Л-дан келетін қиын шығар. Л.
Не анау Лейла ма? Тиматидің әні ма? Жоқ. Лейла, 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 Лейла деп. Точно. Да, ладно. Ламбада. Айтамыз. Ах ты ламбада, магазинде бар ма? Лейла. Жоқ ондай, басқа. Айтып кеттім Лейланы. Л1. Л2. Л3. Молодец. Қол соғып қошеметті қойып. Сен өзіңіз дәуін таңдап алыңызшы, дәуін. Дәуін өзіңізге ұнаған. Қол соғып қошеметті қойып. Лайықты. Так, тез ең соңғы жеңімпаз кім болады? Өзі екі ақтығын әріп айтам, ішінде қалса қалды, қалмаса екеуі де жеңімпаз деп санайық. Буква П. П-дан келетін біреу ән. П. Пах. Өлдің деп айтышы. Қазір ойлауға кішкене. Бар ма, айтышы соны аяғынайын. Сол пах деді. Пах, қандай ғажап ес. Пах, есесімен сүйес. Пай-пай шірікін. Сізді бар ма? Прям угадай. Ары қарай дальше өзің тап деген сияқты. Так, ең соңғы. Бар деп кеттік. Соңғы әріп қандай әріп қалды? Е деген әріп. Есілдің бойында ма? Айтшы енді. Есілдің бойында. Арыстың жағасы. Әннің аты есілдің бойында ма? Елім менің, жерім менің, гүлім. Бар ма? Бүгінгі кешіміздің қос жеңімпаздары қол соғып қошемет. Апайымыз есімі? Сымбат ханымға қол соғайық, қошемет тұрайық. Бүгінгі кешіміздің жеңімпаздары. Прям екі сыйлықтан берейінші, мынау сізге, мынау сізге. Аман болыңыз, жүз жасаңыз. Мынау сізге Құдай қаласа үйлен деген ниетте. Қол соғып, қошемет тұрайық. Ол жолда. Ал енді, қадірлі қонақтар, рұқсат етсеңіздер, бүгінгі қос қарлығашымызға жасалған арнайы тәтті тағам торт шығармақ. Біз сондықтан қос қарлығаштарымыз ортаға келсін. Айымбек пен Жанат ортаға. Рахмет, енді ұстасқан қолдарыңыз мәңгілік болсын. Сіздердің құрметтеріңізге жасалған тәтті тағам, арнайы қолдан жасалған өзінің әпкесі, дұрыс па? Әпкесінің қолы, есімі? Әйгерім ханымның қолының туындысы тәтті тағам торт қабыл алыңыздар. Енді өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар, енді бір керемет қазіргі трендте жүрген тәтті тағам тортты өз қолдарымен жасау, әсемдеу. Енді ылғи да ынтымақ береке бірліктеріңіз бір болу мақсатында Айымбек өзінің қамқор екенін көрсету мақсатында тортты жасайды. Болма? Ал, бисмилля деп. Қандай қолбақтарына деп қандай ұйымдастырылған. Два XL ма? Размер кетті ма?
торт едік болсын. Тортта әпкесі әйгерім тұрып отыр, бауырына, үйленіп тойына, шаға. Өз қолымен тұрыпты. Al енді пудрасын, тиін, пудрасын үштеп бірге қол ұстасып тұрып, да тамаша. Осы сәт мәңгі естеріңізде қалсын. Ол қыздарымыз көп болып осында өмірлеріміз тәтті, дәмді. Ал енді осы сәтті күткен сияқтымыз, енді күшті қылып кесетін кеседі ғой, не бар? Балғарды не бар? Кесетін не бар? Күріп, шығар. Бұл жерде кесілер ме, жоқ әлде сосын кесілер ме? Бір тіліме кесілген дұрыс сияқты? Астын көресің, астын. Астында бар ма? Астында бір адам болса. Al бірге. Бір тілімен. Ал, ер азамат ретінде өзіңіз бастаңыз, Жанаттай Ханшайымға тәтті жерінен бір тілімен. Ағай қол соғып қошемет тұрып қойы. Ексіз бақыт болсын. Тойдың үйге барған кезде ыстық шайы мен ата-анасына құйып беріп, әзірге үйленсін деген ниетте қай досыңа берейін? Ернар, келіңізші. Ернар. Сізге Құдай бұйыртып, жұмысты болсын, үйге барасыз, холодильникке саласыз, жатарда бір қасық, таңертең үш қасық. Ойнап айтамын, жұмысты болсын. Келіңіз, ортаға тұрайық, қадірлі меймандар, кішкентайларымызды алайық, қос қарлығаштарымыздың махаббат биін лажы болса, шама келсе, ұял телефонның фонаригін жағып, сәндеуіш қылып тұрайық. Айымбек пен Жанат бақыты болсын. Давайте, достар,
кетсемlerге сенің балыңа Қонақтардың ауылында көтеріңкі көңіл күйде отырған Айымбектің бауырларын ортаға шақырайық. Нұрлыбек, Бекзат, Олжас, Әділ, Айдана, Еділ, Дәурен, Нұрхат, Ержігіт, Ердәулет, әпке жеселері Ерлан, Әсем, Рүстем, Айнұр, Әулет, Әйгерім, Айдар, Әсел, Әділ, Жанар, Азамат, Жансая, Аманжол, Жадыра, Сұлтан, Үміт, Жасира, Диляра және де Дилназ деген әреге ортаға билеп шығыңыздар. Үлкендеріңіз бастап сөйлеңіздер. Құрметті хандар мен мырзалар, бауырлар, әпке жеселердің тамаша тілегін тыңдайық. Ал құрметті қауым, осы тойға жиналған құда-құдағилар, екі ортада алтын көпір орнасын. Айымбек, Жанат, жоқтарың жазылмасын. Әрқашанда бір-біріңді сыйлап өтіңдер. Ыстықта да, осы өмірдің ыстығында, қиыншылығында бірге көріп өтіңдер. Ол өмірдің заңы. Ал енді осы отырған құда-құдағилар, бәрілеріңізде құда-құдағи құдаларға бәріне жақсылық тілеймін. Осы ең бастысы осы жерде періште әкелсін. Жаңа осы үйге періште әкелсін.
періште келген соң бәрі жақсы болады. Ең бастысы періште келіп осы өмірдің жақсы бесік тойда кездесек, тұсаукесерде кездесек, аман сен былай той боласың. Көтерген жаңалықтарға ие болсын. Болыңдар, мәңгі бірге қол ұстасып, ұзақ өмір сүріңдер. Бір-бірін сыйлап, мәңгі бірге болыңдар. Құда-құдағиларға жолдарыңыз ашық болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Ал тойға жиылған қауым, құда-құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, құдалығымыз мың жылдық болсын, кеу жылдық болсын дейді ғой. Осы екі жастың ортасында аман есен шапқылап жүре беріңіздер. Мама, папа, кенжелеріңіздің отау құрған күні құтты болсын, берекелі, мерекелі, иманды, бір жақсы келін болсын, бекзатымыз сияқты өмірлі шүбірлі болсын, үлкен отбасы болсын. Сол қуанышта, тек жақсылықта шапқылап аман есен ортамызда жүре беріңіздер. Осы тойға келген тойшыл қауым барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Тойға ұласын. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Айымбек, Жанат, сендерге бақыт тілеймін. Жақсы үлгілі семья құрып, үлкен семья құрып, бала-шағаларың көп болсын. Ойлаған армандарыңа жетіңдер. Тойға келген қонақтарымыз сіздерге көп рахмет. Біздің қуанышымызбен бөлісіп, енді Айымбек пен Жанат, жандарым бақытты болыңдар. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін өмірде. Папа, мама, осы бүгінгі тойымыз құтты болсын, тек қана жақсылық болсын. Құдаларға көп рахмет. Құдалығың жылдық болсын, қадамдарыңызға нұр жаусын, тек жақсылықта тойда кездесе берейік. Тәте, міне керемет қуаныш болып жатыр біз жақта. Құтты болсын, ұзағынан болсын. Құда мың жылдық, күйеу бала 100 жылдық болып. Осы құдаларымыздың келген қадамдары құтты болсын. Ал Айымбек, жандарым, сендерді құттықтайын. Бүгінгі жаңа өмірге қадам басып жатсыңдар. Осы қадамдарына гүл бітсін, нұр жаусын, құтты болсын. Шаңырақтарың кең, биік, өмірлі шүбірлі болыңдар деп жатыр. Осы айтылған тілектердің бәрі Алланың құлағына шалсын. Осы Қазақстанымыздың бір үлгілі отбасы болыңдар. Барлық жақсылық тілеймін. Тойымыз тойға ұлассын. Құда-құдағилар, тойларымыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Осы өмірдегі бар жақсылық екі жаққа да сыйлы сыйлы болсын, қуанта берсін, екі жақта балдай бақытты болсын. Бәрекелді, тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Шын жүректен құттықтап келгендеріңізге көп рахмет. Тамаша тілектен кейін бір тамаша естелік сурет қалсын, той иелері ортаға алып, әдемілеп тұрып сурет келсе. Келіңіздер. Аға тәте. Ал қалай билеп шықтық, дәл солай билеп барып дастарханға той иелері құттап барып жайғастырыңыздар болады.
сый-сияпаттарымыз бар. Соны осындағы осы қуанышта бірге бөлісіп отырған ерекше қонақтарымызбен бөлісейік. Құрметті қауым, осы тойға ең бірінші болып келген қонағымызға бір жас сый-сияпатымыз бар. Ең бірінші болып келген қонағымыз сіздер келдіңіздер ма? Қаншадан? Келіңіздер, бірге келдіңіздер ма? Бөлек келдіңіздер ма? Бірге келіңіздер ма? Билет жай. Есімдеріңіз қалай? Назгүл. Сіздікі? Назгүл, Роза, Сымбат. Бәрекелді. Ал енді тамаша, сіздер нешеде келдіңіздер? 6-ға 15 минут қалғанда. 6-ға 15 минут қалғанда. Пригласительныйда неше деп жазып тұр? 17:00. Неге 6-ға 15 минут қалғанда келесіздер? Сіз нешеде келдіңіз? Ровно 5 минут, осында отырмын. 5-те осында отырдыңыз. Сіздер кіріп келген кезде такси осында отырып болды ма? Болды ма? Хорошо. Мына екі тәтеге бірдеңе ұстатысылайық, әйтеуір әшейін нәрсе. Мынау болып еді, мынандай таза коробкадағы нәрсе болды ма? Бере салайық. Тәте енді бізде жаңа Қазақстан білесіздер, мынау Құдай еді, мынау анау еді деген әңгіме жоқ. Әйтеуір беріп жатырық қой. Ең бастысы. Бұл кісінікі шынымен бірінші келіп 17:00 осында отырған екен. Құрметті ханымдар мен мырзалар, есіміңіз Гүл? Роза дедіңіз. Гүл, Роза деген сияқты келе ме? Роза ханым тойымызға бірінші болып келген кісі, мына коробкадағы жақсы, құдаларға деген коробканың ішіне алып шықты. Құдаларға береді подарка негізі. Көп рахмет, кешікпей жүріңіздер, әрдайым пунктуальный болып. Мен әншейін де бар ғой, тойға ең соңында келетін, соңында той басталып кетіп қызық болатын шығар. Бүгін келсем ешкім жоқ, даже осында ма той жоқ па? Жігіттерден сұраймын да, сөйтсем, ауғанның тойы ма десем, білмейміз дейді. Дұрыс келді ба, дұрыс келмеді. Күтіп отырдым сен бұл кісілерді. Бекер күтпепсіз, тәте. Сыйлық құтты болсын, көңіл болсын, келіңіздер дастарханға. Осы тойға кешігіп келген, соңғы келген кім? Сендер ма? Барсеттіңдер кірген сен ма да? Так, хорошо, есімің? Ернар. Неғып кешігеміз? Жоғалыс. Қай жерден келдің? Алматыдан. Алматыдан, молодец. Шынымен кешігіп болса да, осы тойға келу керек екенін сезініп, қуанышпен бөлісіп келген. Атың? Ернар. Ернар мырза, қошеметтеріңіз. Бала кешігіп келсе де, әйтеуір келген да, Алматыдан келген да, бір нормальный бір дейді. Давай екеуін қосып бересің. Екеуі нормально ма да? Хорошо, молодец. Тамаша, енді құрметті қауым, осы тойға алыстан келген кім бар? Алматыдан да алыстан келген. Алматы уже есептелмейді, Ернар келіп қойды Алматыдан. Қараса келді ма, апаңыз ба? Апа, сіз келдіңіз ба? Барлықтарыңыз ба? Сіз ғана ма? 4 адам ба? 4 сыйлық құдалар шаққа. Менің атынан. Тараздан келген.
Қанша километр примерно? Қанша метр примерно? Ана тұрған бұрышта тұрсыз. Ой, бәрекелді. Жақыннан келген қонақ Диана, да? Диана ханым. Бәрекелді. Енді ортаға мүлде аузына ішімдік ішіп көрмеген кісі бар ма қонақтарымыздан? Үлкен кісілерді есептемейміз. Жастардан болсын. Бар ма? Жоқ, ер адам. Шығыңыздар. Өмірі ішіп көрмеген. Шық. Басқалары не? Кішкене арасында по праздникам дейсіздер ғой да? Болады. Жарайды. Шағарым жоқ. Так, танысып қойып, аға. Есіміңіз? Жұман аға неше жастасыз? 64-те. 64-те, тамаша. Жасың? 31-де? Есімің? Данияр 31 жас. Жұман аға 64 жас. Нұрсұлтан 33. Нұрсұлтан 33 жас. Сіздікі? Нұрлан 62. Бәрекелді. 62-ге келген аға. Мүлде. Вообще. Темекі тартпайсыз. Насылай. Ондайға да жоқсыз. Молодец, көке, молодец. 64-ге келіп ондайға. Тек қана спорт және болады. Суға Шай мен көк шай, су араластырып. Бірақ пиво ондай жоқ. Молодец, міне. 62 жас Нұрлан аға, да? Және Жұман аға 64 жас. Осы күнге дейін бірі 62 жыл, бірі 64 жыл шыдаған. Шынымен де бұл абыройлы нәрсе. Сіздер қатар тұра қалдыңыздар. Сіздерге бір жақсы сыйлық болсын. Жақсы сыйлық. Латочек берсеңіз тағы бір деңгейін қосып беріңіз. Немере бар ма? Немере үйде бар ма? Немере бар екен. Ойыншықтарымен қоса, міне. Платочек ойыншықтарымен. Біреуі сізге. Біреуі сізге. Жұман ағамыз бен Нұрлан ағамыз. Молодцы. Өмірі ащы су былай тұрсын. Өмірі күнделікті адам, ішпейтін адам да темекі тартады ғой негізі. Темекі де тартып көрмеген екен. Насыбай тартып көрмеген екен. Мынау вообще жоқ, молодец. Келіңіздер, жайғаса беріңіздер. Так, кім аты? Данияр? Бүгін шықты. Данияр 31 жас, шыдай алмай отыра қалды. Отыра бер бұл. Осы мен ақ көңілдің өлтіріп шығарып берген. Досы екен, досыңның тойында жарайды, отыра берші. Так, есіміңіз қалай? Нұрсұлтан, Нұреке, көрдіңіз ғой да? 64 жас, 62 жас. Сіздің өміріңіз әлі алда. 64-ке, 65-ке жеткенге дейін ұрттақ қоюыңыз мүмкін да енді? Навряд ли ма? Навряд ли болса бір платочкпен құтқара салайық. Платочек. Тамаша, рахмет. Есіміңіз қалай еді? Нұрсұлтан, 32 жас. Ішпеген. Қанша? 33 жас? 33 жас. Молодец. Қалай да? Қатысқан үшін бірдеңе бересің жетішті. Просто шыққан үшін. Анау женский ғой. әйелі бар. Әйелі бар екен. Тамаша. Құрметті ханымдар мен мырзалар, той ойын күлкінің ортасы болғаннан кейін ойын күлкі деп қабылдаңыздар. Айымбек пен Жанат бақытты болсын, той құтты болсын. Бәрекелді, енді қазақта сөз бар, мақал бар, соңғы түйенің жүгі ауыр деген, енді ауыр бола ма, жеңіл бола ма өздері көре жатар. Дегенде бұл кісілердің де айтар ақ тілегі бар. Тыңдайық, барша
шектеу қоймай марқабат. Ал енді ассалаумағалейкум құрметті ағайын, туыс, бауырлар, достар, құрметті құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Енді бәріміздің басымыз осындай жақсылықта ғана болсын, той думанда ғана болсын деп тілеймін. Енді Айымбек, бір жағынан бауырым, бір жағынан досым, жаңа екеуіңе бақыт тілеймін. Қол ұстасып, әдемі қартайыңдар, бала-шағаларың көп болсын. Сол бақыт тілеймін, жақсылықта ғана бас қосайық. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Айымбек, Арнұр, досым, кластасым, ауылдасым. Бүгінгі көтерген шаңырағы биік болсын. Жантеген бақытты болыңдар. Сіздерге тек қана бақыт, біздің мама папамыз бар ғой, солардың үмітін ақтап, біздің үмітін ақтайын. Досым, Айымбек. Білесің ғой? Здесь-то еду и люблю, дейді ғой. Кеп атқан құраларында мақсал жоқ. Алла жиі кеп тұрыңыздар. Бәріңізге рахмет. Кеп атқаныңызға бәріңізге. Ассалаумағалейкум. Құрметті қонақтар, біздің Айымбектің палшаны боламыз. Түркістан облысынан келіп тұрық біз. Айымбек құтты болсын. Қосағыңмен қосағар, бақытты бол. Алланың берген жасын жасай беріңдер. Ата-аналарың көз қуанышы болыңдар. Дастархандарың бұдан да кеңінен жайылып, Құдай қаласа, шілдеханаға жолығайық. Аман болайық, бар болайық, бай болайық барлығымыз. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған тойшыл қауым. Мен жаңа өзі де айтып өтті. Соңынан жүгі демекші. Атамыз айтады ғой, қуасаң мақтануға дейді. Қуанышы қос әке, екі ананың әрине бар қалауы бір Алланың дейді. Сөйле десе сөйле, екі ұят қойынсыз қалғанында бізде бәріміз жиналып тұрған Айымбектің дос жорандары, кластастары, көршілері, бірге әскерде қызмет еткен бауырлары. Енді бәріміздің осылай басымызды қосып, шақырып, тойына осылай қуанышқа шақырғанына рахмет. Әрине ең үлкен қуаныш, әрине ол екеуіңізді де асырап осындай өмірге әкелген әкелеріңізге алғыс басым деймін. Осындай қуанышты көру, сол кісілердің жемісі, сол кісілердің еңбегі маңдай тері деп білеміз. Қанаттыға қақтырмай, тұтыстыға шоқтырмай, осындай дәрежеге жеткізіп, оқытып, тоқытып, ұядан қызым ұшты деп, қияға ұлым қонды деп, осындай дөбелі той жасап атып, және де екі жақтың да құда-құдалардың бір-біріне деген сыйластығын асыратын өздерің. Қазақта айтады ғой, жақсылығын асырып, жаманлығын жасырсаңдар, әрқашанда тату-тәтті өмір сүресіңдер. Ерқашанда, ешқашанда осындай болыпты деген ұят болмасын. Қазақстанның бір үлкен әулеті болыңдар. Айтады ғой, батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер дейді. Біз көрмесек де, көненің көзін көрген асылдың сынығы тұлпардың тұяғы, ақ-жаулықты аналар мен ақсақалды аталардан бат алып, бүгінгі көтерген шаңырақтар биік болсын, керегілерің тең болсын. Әрқашанда бақытты болыңдар, бәріңізге рахмет. Ең бір апарып бересіңіз болды. Тамаша. Жастардың жанына барып әдемі естелік сурет болсын, одан кейін как билеп шықтық, дәл солай билеп жайғасатын боламыз. Келіңіздер.
жайғаса берсеңіздер болады. Мына қонақтарыңызды сіздер шыққан кезде орындарыңыздан тұрып қошемет ұрыңыздар деп мен өтінген емеспін. Сіздерді шынымен сыйлағандықтан, сіздердің балаларыңызға, өздеріңізге, отбасыңызға бақыт тілегендіктен орындарында отырылмады. Қонақтарыңызға көптен көп рахметімізді айтамыз. Енді, құрметті қауым, осы отбасының кең ойлап қамқор қолын ұсынып жүретін аяулы азамат ретінде баршаңыз білесіздер. Енді осы қалыптарыңыздан таймаңыздар, асулардан асып, мерейлеріңіз тасып, ата жолынан айнымай, осы бар қуаныштарыңыз бала шағаларыңыздан көретін әрдайым қызық күндер мен тойлар болғай. Қонақтарыңызға деген жылы лебіздеріңізді арнаңыз, нүктесін өздеріңіз қойыңыздар. Түйін болсын, құрметті қауым, назарды ортаға ұсынайық, той иелері ауылдарыңыздан. Қымбатты тауышыл қауым, мына келген қадамдарыңызға жаусын көптен көп шақырғанда келіп, сыйлап, барлықтарыңызға аман сау, денсаулықтарыңызды, семьяда шаңырақтарыңызды, жосағаларыңыз беріп болсын. Енді мынау той деген бұл көпшіліктің қазынасы, мынау көпшіліктің арқасында, ағайын, туыстың арқасында. Менің туысым мен бауырларым, мына жұбайымның, Бибінұрдың бауырлары, келіндері, барлықтарыңызға да көптен көп рахмет. Мына Құданы күткенде де ат салысып, бауырыммен, мен бауырлармен, Бибінұрдың бауырлары күндемей, түндемей шапқылап келіп, көмек жасап, сыйлықпен көрсеткендеріне көп рахмет. Ағайынымнан шақырған, тойға шақырған қауымға, барлықтарыңызға да көп рахмет. Ауыр сақтасы қасарпай, жаңа бірге араласып, бірге жүрген достарымыз, Нұрхан деген жаңа келіп, өз жағдайын айтып сұранып кетті. Ауырса да осындай тойына келіп, көп рахмет. Сол сияқты бәріңіздерге де мол бақытқа кенеле беріңіздер, аман сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мына біздің ұлымызбен жанға келіміз көтерген шаңырақтар биік, босағалар берік болып, ояққа да бұяққа да сыйлы, қадірлі, Бекзат пен Нұрбек сияқты ағайын туыстың басы болсын. Осындай той жасап, көмектесіп жүргендеріне барлықтарына рахмет тілеймін. Аман сау болыңыздар. Қымбатты жаңа құдалар, төрге шыққан төрлеріңіз құтты болсын, балалар бақытты болсын, Айбек пен Жанка үлкен бір отбасы болсын, біздің жолымызды берсін, ауыз бірлікті болып, тек қана бақыт тілеймін балаларға. Бала деген бәріміздің бауыр етіміз, солар үшін өмір сүреміз. Құдағи, өстіп келгендеріңізге көп рахмет. Қымбатты біздің достар, құдағилар, бауырларым, қыздарым, аналарым, сіздерді осындай қуанышымызды бөлісіп, ауыз бірлікті болып сіз біздеп, біздің барлық қуанышымызды бөліскендеріңізге көп рахмет. Осы тойды жүргізген Тамадалға өзіне де көп рахмет. Барлықтарыңызға зор денсаулық, ашық аспан, тек қана қуаныш тілеймін. Екі жас бақытты болсын. Қымбатты нағашыларым, сендерге де көп рахмет, аман сау болыңдар. Қазір енді менің немерем Мұқағали Мақатаев атасының бір өлімі тұмағын айтып кетсе. Ердің ғой дейді.
ашық болып тамаша өнер үстем болсын. Айымбектің жанатқа арнаған өлең жолдары через Ернұр ма? Ернұр арқылы, да? Молодец, әке бол, азамат. Тамаша. Енді мына қонақтарымыздың барлығы бағанадан бері бұйырса шілдеханада кездесейік деп жатыр. Алла нәсіп етіп 9 ай 10 күннен кейін дүниеге не ұл не қыз келсін, соның қызығын баршасы бірге өздеріңіз отбасы болып көріңіздер. Сол қызықтарыңызды, қуаныштарыңызды мына ағайын жұрт төрт көзі түгел бірдей бөліссін дегіміз келеді. Мынау той жасау ауыр жүк. Енді осымен жүктеріңіз осы той бітті екен деп үстілеріңізден түспесін. Бұны айтып жатқан себебі той жасайтын себеп көп болсын. Бұйырса міне шілдеханадан кейін қайтадан басталады тойлар, білесіздер ғой, соның барлығын көруді Алла нәсіп етсін дейді. Армандайық, соған дұға етейік, соны тілейік. Бие сұрасаң түйе береді дейді. Алла береді. Ал сізде мына қонақтарыңызға бірдеңе беріңіз, беретін нәрсеңіз тойдан тобықтай сый болсын. Мына барша қауымға осындай той жұғысты болсын. Тойдан тобықтай сый, той ырымы, тойбастар табағын тарту етеміз. Рахмет. Кешіріңіздер, тойбастар тұра тұрайық. Осы орайда осы отбасының ағамыз бен тәтеміздің атынан кішігірім сый-сияпат ұл жолдас пен қыз жолдасқа деген ойбай комплект екен ғой, кішігірім емес екен ғой, жұғысты болсын деп, екеуінің бастары, бір бастары екеу болсын деп, Айымбек пен Жанаттың жолын берсін деп табыстап жатыр. Анау сыйлық